кетегінің аты Алдар Атанұлы. Баяғыда Жәнібек ханның тұсында Қазір деген бір кедей шал өмір сүріпті. Оның 3 баласы болыпты. Күндерден күн өтеді. Оның күші азайып қалады. Ол балаларын шақырады. Балаларына, ау балаларым, міне, менің жасым келді. Сендер ер жеттіңдер, азамат болдыңдар. Енді мал табу, тамақ табу сендердің мойындарыңа түседі. Қане, кім мені қалай асырамақсыңдар дейді. Үлкен баласы сонда дұрыс айттың, ей ата, егінді сүйер көңілім мұнымда жоқ, еш қате, егіннен өтсін өмірім деп жауап береді. Ортаншы баласы егіннен басқа тағы да көңілімде қой бақсам, маған берген бағы да мал дегенде зар қақсам дейді. Кенже баласы, ей ата, мен алдасам, болса да жын арбасам, жұрт істейтін кәсіп көп, алдауды мен қаласам дейді. Шал сонда, олай болса, Алла берет беттеріңнен жарылқасын деп балаларының жауабына риза болады. Сосын кенже баласына қарап, балам, сенің мына алдау кәсібің бір өзгеше екен. Оны көп адамдар қолынан келе бермейді. Осы кәсіпті енді жалғастыр дейді. Содан кейін әкесі қолын жайып батасын береді. Содан бері шалдың үлкен баласы егіншілікпен айналысады. Ал ортаншы баласы қой мал бағумен айналысады. Ал кенже баласы өзі таңдаған жолға түседі. Сол түскен жолды жалғастырады. Алдаушының тұрақты жері бар ма? Ол ел кезіп, жер шарлап жүр. Қазір атаның неше баласы болады? Қазір атаның 3 баласы болды. Ата қартайғанда не айтады балаларына? Балаларым, сендер ер жеттіңдер, сендер мал бағу, тамақ табу сендердің мойындарыңда дейді. Сол кезде балалары қандай жауап береді? Үлкен баласы. Үлкен баласы, дұрыс айттың, ей ата, егінді сүйер көңілім мұнымда жоқ, еш қате, егіннен өтсін өмірім деп жауап береді. Ал ортаншы баласы не деп жауап береді? Егіннен басқа тағы да көңілімде қой бақсам, маған берген бағы да мал дегенде зар қақсам дейді. Ал кенже баласы не деп жауап береді? Ей ата, мен алдасам, болса да жын арбасам, жұрт істейтін кәсіп көп, алдауды мен қаласам дейді. Сонда әкелері бата беріп, не қыл дейді? Балаларым, Алла беттеріңнен жарылқасын дейді. Сонан кейін балалары немен айналысады? Өздерінің
Kasıplarымен айналысады.